Ал біз құрметті достар, екінші бөлімін түсіреміз. Талдықорған қаласы Ақкөл маңындағы автомобильде жүрміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін күн жексенбі, 18 желтоқсан. Видео пайдалы болып, видео ұнап жатса, құрметті достар, видеоның астына лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ал кеттік, бастаймыз. Сұр түстегі Nissan Safira назарларыңызда. 95-96 жылғы деп жазып қойыпты. Автомат қорапта 2.5 2.600.000 саудасы бар. Телефон номер экранда, өздеріңіз көріп тұрғандай, үйлер салонда. Негізі көліктің жағдайы жаман емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Nissan Safira өз басыма ұнайды. Кезінде болған Nissan Safira. Машине жақсы. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Camry европеец алдымызда. 35-тік деп жазып қойыпты. 30-дық екен. Түсініксіз 30-35 деп жазып қойыпты. 30 ғой. 2004 жылғы автомат 2.4 6 миллион. Сұрап тұрған бағасы. Телефон номер экранда. Camry 35-тік. Айландырып түсіріп жіберейік. Тоқсан екінші жылғы Toyota 10-дық механика қорапта дейді. 2.2 мотордың көлемі. Осындай сұр түсте. Телефон номеріне келетін болсақ, телефон номер өздеріңіз көріп тұрғандай экранда. Сұрап тұрған бағасы 2.800.000 деп жазып қойған екен. Ыстық резина кигізілген, артында парковы бар. Автокөліктің. Уалейкум ассалам. Ішін түсіп көрсетіп кетейік көрермендерге. Толық электропакет, механика қорап, салон мата, үйлер. Арты осындай кең. Көліктің жағдайы осындай. Қызық болып ұнап жатса, көріңіздер, хабарласыңыздар. Назарларыңызда 2021 жылғы Chevrolet Cobalt механика қорапта. Сұрап тұрған бағасы 6.350.000 теңге. Мотордың көлемі 1.5. Телефон номер экранда. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қарапайым темір дискіде бұл автокөлік. Camry 40-тық 2.4 2006 жылғы автомат қорапта. 5.900.000 сұрап тұрған бағасы. Camry 10-дық седан 2.2 сұрап тұрған бағасы да 2.2. Мотордың көлемі де 2.2. Автомат қорапта бұл автокөлік. Телефон номер көріп тұрғандай, алдыңғы әйнегі шытынап кеткен. Автокөліктің жағдайын іштен көрейік. Көлік қызық болып жатса, көріңіздер, құрметті достар, хабарласыңыздар. Сонымен алдымызда Lexus RX 300 2002 жылғы мотордың көлемі 3 автомат қорапта. Бұл автокөлік өздеріңіз көріп тұрғандай, сұрап тұрған бағасы 6 миллион. Саудасы бар деп тұр. Телефон номеріне келетін болсақ, экранда
бүкіл мәлімет. Төбесінде осындай әдемі рейлингі бар бұл автокөлікке. Қыстық резина, титан дискі бәрі келіп қойған. Әйнектердің бәрі өзі оригиналды түрде. Соған қарағанда салоны былғары. Арт жағында көрініс осындай. Арт жағынан бір айналдырып түсіріп жіберейік. Сонымен көрермендер, көлік ұнап қызық болып жатса, көріңіздер, хабарласыңыздар. Camry 99 жылғы алдымызда автомат екен. 2/2 мотордың қозғалыс көлемі. Сұрап тұрған бағасы қанша? 3.500.000 теңге сұрап. А болатын бағасы қанша? Болатын бағасы ғой 100.000 теңге ма? 100.000 теңге түсіремін дейді ғой. Иесі. Сонымен 3.400.000-ге бере салам деп тұр. Былғары. Салон іші былғары көрініп тұр. Автомат. Көрініп тұр енді. Сүйек аман ғой. Ұрылмаған, соғылмаған, шірімеген. Шірік жоқ дейсің ғой. Мінекей құрметті көрермендер, назарларыңызда. Мықтылар осы ғой. Camry 20 іздеп жүрген кісілерге осындай вариант бар. 3.400.000-ге. Көріңіздер, көлігін алатса хабарласыңыздар. Toyota Camry 10. Өздеріңіз көріп тұрғандай алдымызда 1.900.000 сұрап тұрған бұл автокөлікке телефон номер экранда көрінбей тұрса 702 157 01 57 94 жылғы 2/2 механика қорапта екен автокөлік. Ішін ашып көрейік. Артында парковы бар. Автокөліктің жағдайы осындай. Көлік қызық болып жатса, көріңіздер, хабарласыңыздар. Келесі көлігіміз Volkswagen V3 Passat седан автокөлігі. 90 жылғы инжектор, механика қорапта. 1.300.000 сұрап тұрған бағасы бұл автокөлікке. Телефон номер экранда, өзің зауыт бояуында дейді бауырымыз. Қарапайым темір дискіде қыстық резина кигізіліп қойылған. Автокөліктің жағдайы сырт көрініс осындай. Ешқандай салым керек емес дейді бауырымыз. Көлікке отырдыңыз және кеттіңіз. Көріңіздер, көлік қызық болып ұнап жатса хабарлассаңыздар болады. Келесі көлігіміз назарларыңызда Toyota Carina E 97 жылғы механика қорапта. Мотордың көлемі 1/6. Сұрап тұрған бағасы 1.950.000 теңге. Телефон номер экранда бүкіл мәліметтің бәрін паузаға қойып көрсеңіздер болады. Және көлік иесіне хабарласып саудалассаңыздар да болады. Автокөлікті айналдырып жүрейік. Артында парковы бар екен. Көлік қызық болып ұнап жатса, көріңіздер, құрметті достар, хабарласыңыздар. Назарларыңызда Camry 40 2006 жылғы америкалық нұсқада. Сұрап тұрған бағасы 5.600.000. Телефон номер. Телефон номер назарларыңызда экранда, өздеріңіз көріп тұрғандай. Автомат қорапта екен автокөлік. Сыртқы сүйегінде ешқандай ақау көрініп тұрған жоқпын. Көлік қызық болып ұнап жатса, құрметті достар, көлік иесіне звондап хабарласып қойсаңыздар болады. Алдымызда, құрметті көрермендер,
өздеріңіз көріп тұрғандай Марк 2 автомобилі осындай әдемі ақ түсте өте сирек кездеседі. Рулі оң жағында қазақ тіркелімде бұл автокөлік. Телефон номерін көрейік. Бірінші телефон номер экранда өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді автокөлік жабық тұр. Велюр салон, автомат қорап, мотордың көлемі 2/5 болса керек. 2/5 екен. Қазіргі кезде өте сирек кездесетін көліктердің, автомобильдердің бірі. Әдемі титан дискіде қысық резина киісіп қойыпты. Сүйегінде ешқандай ақау көріп тұрған жоқпын шанағында. Мінекей осындай түсте, осындай түрде өздеріңіз көріп тұрғандай. Көлік ұнап жатса, жаңағы номер телефонына көңіліңізден хабарласыңыздар. Сонымен құрметті достар, алдымызда өздеріңіз көріп тұрғандай Camry 30-дық. Қай жылғы екен бауырым? 2001 жылғы. 2001 жылғы. Американдық нұсқада, автомат қорапта. Мотордың көлемі 2/4 екен. Қандай не вложение, салым дейді ғой, керек бұл автокөлік? Вложение уақыттың ыңғайы келмей тұр, багажниктің тросын салу керек. Болды, басқа. Сондай шұрым-бұрым мелочь дейсіз ғой. Телефон номер өзіңіз айтып кетсеңіз. 8707 773 3757. Осы номер телефонына хабарласып қойсаңыздар болады. Салоны велюр салон, иә? Мата салонда. Мінекей құрметті көрермендер, автокөліктің жағдайы осындай. Бір айналдырып түсіріп жіберейік. Мына жері тұр ба? Мына жері. Мына жері машина соқпаған, бұны қаша соққан ғой. Желменен. Желмен қаша соққан, содан жасалған дейсіз ғой. Иә. Енді дұрыс қой, көлікті сатқанда жағы айтып сату керек дейді. Сол берекелі болады дейді ғой негізі. Мінекей достар, көліктің жағдайы осындай. Көлік ұнап қызық болып жатса, көріңіздер, есімен хабарласып қойыңыздар. Келесі көлігіміз Camry 20-лық. Американдық деппін ғой. Европеец деп айтып тұр. Европалық нұсқада, құрметті көрермендер, 98 жылғы 2/2 механика қорапта. Сигнализация, кондер, центр, замок бәрі істейді дейді. Ешқандай салым керек емес. Телефон номер назарларыңызда. Автокөлікті бір айналдырып түсірейік. Көлік ұнап жатса көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен құрметті достар, алдымызда Camry 20-лық, өздеріңіз көріп тұрғандай. 98 жыл екен автокөлік. 2/2 механика қорапта. Бағасы келісімді дейді. 3.250.000 деп сұрап тұр екен бауырымыз. Телефон номер өздеріңіз көріп тұрғандай. Экранға көрсетшілік. Автокөлік механик қорапта. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Көлік жабық. Америкалық нұсқада бұл автокөлік. Көлік ұнап жатса көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен құрметті көрермендер, мынандай да бір варианттар бар екен. Mitsubishi Lancer өздеріңіз көріп тұрғанда алдымызда. Жағдайы осындай автокөліктің сұрап тұрған бағасы 500.000 теңгеге бере саламын дейді. Осындай. Ауыл арасында мінетін вариант 90 жылғы Mitsubishi Lancer механика 1/6. Енді мына жерде 650 деп тұр, бірақ есімен сөйлестім қазір ғана. 500.000 теңгеге де бере саламын деп тұр. Сол үшін осындай варианттар да бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен құрметті арнамыздың көрермендері, бүгін Талдықорған қаласындағы автошоу осындай болды. Сіздердің назарларыңызға осы жердегі бар автокөліктерді түсірдік. Комментарийда сұраған автокөліктерді түсіріп жібердік. Видео пайдалы болып жатса,
арнамызға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.